сіздерге өзімнің үйіме рум-тур жасайтын боламын. Білесіздер, мен уже үйді ауыстырып қойдым. Және енді мен алдыңғы сериядағы мейірімді қыз дегеннің екінші сериясын осыдан кейін шығаратын боламын. Сондықтан арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Ал біз пароль тока-бока әбден қатуы мүмкін, өйткені мен қазір уже Bluetooth-ды қосып қойдым. Еще ана жерде камера бар, не наушник бар. Менде наушник Bluetooth, сондықтан қатуы мүмкін кішкене. Мен қатпайды деген ойдамын. Кеттік. Ал бұл мен неге рум-тур жасайтын боламыз. Біріншіден, бұл бізде балкон. Мен бұл жерде отырамын әрине. Әткеншекке. Және мен сіздерге біріншіден балконды таныстырып кетемін. Бұл жерде осындай бізде камера. Сондай TikTok, сондай заттар түсіретіндей. Бізде әткеншек және мына жақта стол бар. Мен бұл столда кей кезде далада тамақ ішетін кезде жылы кезде сіздер мына жерде қарап тұрсаңыздар, бұл жерде бізде шамдар өте көп, өйткені түнге қарай жарық болсын деп мен шамдардың бәрін өзі жарқатып қойғам. Және артында осындай шөптің үстінде осындай шөп бар. Енді келесі бөлмеде бізде осында қонақ бөлме. Бұл жерде бізде пеш және осында екі кілт. Осындай. Ой. Және тағы да осындай кілт. Мен білмеймін, мына кілтті мен тауып алған болатынмын. Может, тауып қалармын деген оймен осы жаққа қойып қойдым. Егер ашатын болсам, мынау біздің өзіміздің үйдің кілті. Ал бұл бізде осындай бар көр. Мен атын білмеймін. Және бұл жерде бізде осындай шам. Бұны почтадан алған болатым. Және осында почтаны, және мына кілтте почтадан алған болатым. Олар маған келді, короче. Осылай. Мен мына әдемілікке өйстіп қойдым. Және осы жерде бізде шкаф. Мен бұл жерде осындай бір жат неге. Маған ұнаған соң алдым. Бұл тоже почтадан. Және осындай әйнек. Кеткіш және осындай. Бұл тоже бізде киностудиядан алған болатын. Мен қатысқан болатынмын. Ал бұл бізде осындай не? Типа қар, мұздақ. Бұл жерде ондай аса қатты заттар жоқ. Мен кейін толтырам. Және бұл жерде осындай бізде жастық. Мен бұны хустан алған болатынмын. Хус емес. Қысқаймақтан сияқтағы бір пәледен алдым. Және бұл жерде үлкен теледидар. Келесі бөлмеге кеттік. Бұл жер бізде жуынатын бөлме. Бұл жерде осындай душ және осындай кран және халат, бет сүртетін орамал және бумага. Және бұл жерде бізде тарақ, фен, білмеймін, және екі маска осындай мінеки. Сондай бумага, помада, зубный паста, четка, осындай бір бәле, шампунь және осындай сабын и мочалка бар. И туалет. Енді келесі бөлмеге кеттік. Бұл бөлме бізде асхана. Менің мысығым бар, және ол мысық менде қазір басқа жақтарда. Мен ол мысықты қазір ауруханаға апарып тастадым, өйткені оның аяғым алдында сынып қалған болатын. Әрине, ол құлап қалды былай.
айтқанда. Я, бұл оның тамақтары. Жауап қояйын. Және осы жерде осындай тәтті чипси сияқты заттар. Мына жерде конфет, чипси, скитлс және де чипси тағы да керешке бар екен. Және осы жерде осы банка и осындай екі әдемі кесе. Маған ұнады. Және осы жерде какао мен нутелла десалайық. Және растение бар гүл. Маған ұнайды осы гүл. Және де бұл жерде бізде нан. Ондай орындық. Мен бұл орындықты тоже почтадан алған болатын. Маған осы орындықтар қатты ұнайды. Ал бұл жерде бізде тоңазытқыш. Бұл жақта дым жоқ. Мен өйткені әлі дүкенге барған жоқпын. Мыналарды мен дүкеннен алдым, бірақ тоңазытқыш әлі алмаппын. Мен мына жерде бізде осындай көріп тұрғандай шайнек. Осындай қасықтар және кран ыдыс жуатын. Мен өз қолымнан жууға ерінемін, бірақ анда-санда осы жаққа жуып тұрамын, немесе су аламын. Және бұл жерде бізде осындай кеселер. Я, маған ұнайды осылар. Күшті. Және осындай бір бәле. Ашылмайды екен да. Мен ұмытып қалдым ішінде не бар екен. Және осындай екі чай. Екеуі сары және қызғылт. Білмеймін, бізде бұл жерде екі адамдық үйге ұқсайды, бірақ бұл жақта мен жалғыз өзім тұрамын. Ал бұл жерде бізде манты. Міне. Және бұл жерде осындай жүзім бар. Оны іші естіп жауып қоямыз. Бұлай астана ғырым тур біткен сияқты. Айтпақшы, мына жерде газ бар. Келесі бөлмеге кеттік. Ал айтқанымдай, бұл біздің мысықтың бөлмесі. Бұл мысықтың бөлмесінде осындай радио. Бұл істемей тұр айтпақшы. Және осындай оның ойыншығы. Мен осыны естіп ойнататынмын. Ал бұл оның открыткасы. Мен оны осылай жасап берген болатын, ойыншық сияқты. Қазір ол жоқ, ол айтқандай ауруханада. Және осындай екі ойыншық. Және осындай ойыншық. Бұл мысықта. Және осындай жер. Дауысын қараңыздар. Ал бұл жерде осындай оның тоже ойыншықтары. Жастық. Және оның білем. Және осындай жерде диван, және оны ұйықтайтын орны. Ойыншығы. Келесі бөлмеге кеттік. Ал бұл келесі жер, ол бізде осындай жер. Бұл жақта менің пижамам, мысық және осындай киімдер бар. Бұл бізде қыстық киімдер. Және бұл жерде мен тош киімдер. Бұл жерде қыстық киімдердің жартысы бар. Осындай пижама көп менде әйтеуір. Менің школьник формам. Ойбай! Ол киімді түктей салам. Және осындай өзі боянатын жер бар. Мен бұяға көп заттар салмаймын. Өйткені мына жерде просто очки және тоқи бар. И және бұл жерде бізде осындай кошелек. И осындай планшет және телефон. Бұл телефон Galaxy па, сондай іші ашылып жабылатындай. И осындай планшет. Және осындай оқу құралдары бұл жерде көрші. Және осындай гүл, және осындай бақа, және осындай күнтізбе. Мына жерде сағыз және сөмке бар. И болды.
осымен барлық бөлме біткен сияқты. Ендеше сау саламат деп бітен. Осымен біздің рум тур аяқталды. Келесі кездескенше.